Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Менің есімім Жұманалиева Гүлнар Саламатқызы, информатика пәні мұғалімі. Менің сіздерге ұсынылып отырған бүгінгі тақырыбым операциялық жүйе. Бұл тақырыптың мақсаты операциялық жүйемен таныстыру, оның терезелерімен, интерфейстерімен. Операциялық жүйе дегеніміз бұл компьютердің барлық мәліметтерді өңдеу жұмысын ұйымдастыратын программалар жүйесі. Енді сіздерге ұсынылып отырған операциялық жүйе Windows операциялық жүйесі. Сіздер операциялық жүйенің жұмысын жүктеген кезде операциялық жүйе жүктеліп жатыр. Операциялық жүйе жүктеліп жатыр, яғни жүктеліп жатқанда барлық бағдарламалар дұрыс істеп тұрмаған тексеріп шығады. Жаңа жабдықтың пайда болғанын тексереді. Операциялық жүйе іске қосылғанда компьютердің барлық бағдарламаларын және жасақтамаларын іске қосады. Windows'тың операциялық жүйесінің интерфейсі графикалық, көп тапсырмалық, терезелік және Windows'тың шыққан жылы 1985 жыл. Интерфейс дегеніміз адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас. Яғни адам мен компьютердің арасындағы көпір деп білеміз. Графикалық интерфейс бұл көптеген суреттер мен анимациялар шығарады. Көп тапсырмалық интерфейс бұл тапсырмаларды программалардың көмегімен шешеді. Барлық программалар терезе түрінде ашылады. Сіздер көріп тұрғандай Paint терезесі, Word терезесі, калькулятор терезесі және Яндекс терезесі. Windows'тың графикалық интерфейсі барлық жиынтықтар көмегімен қатынас құралады. Диалогтық панельдер және терезені өзгерту панелі. Windows'тың графикалық интерфейсінің элементтерімен таныстырып өтейін. Жұмыс стөлі, белгілер, жарлықтар, файлдар, қапшықтар, тапсырмалар панелі және терезелер. Жұмыс стөлін қысқаша көрсетіп кетейін сіздерге. Жұмыс стөлінде ең бірінші қапшықтар орналасады, белгілер, бұл мой компьютер, менің документтерім, интернет эксплорер, корзина. Бұл әртүрлі объектілерге жылдам кіру үшін арналған. Жарлықтар, бұл жерде жарлық дегеніміз программаға апаратын жол. Файлдар мен қапшықтар. Файлдың белгісінің төбесінен бір рет бассаңыз, оның қасиеті белгіленеді, атауы, типі және өлшемі. Сонымен қатар құрылған мерзімі. Қапшық дегеніміз бұл объектілер қоймасы. Көбіне бұл файлдар қапшықтардың ішінде орналасады. Тапсырмалар панелі. Тапсырмалар панелі терезенің соңғы жақтауында орналасқан. Ол жерде пуск батырмасы және ашық тұрған файлдар орналасқан.
пуск батырмасы тапсырмалар панелінде ашық тұрған программалар және сонымен қосымша тілдік панельдер, қосымша құрылғылар және сағат. Іске қосу батырмасы барлық орнатылған программаларға апаратын жол. Жұмыс үстелінде орналасқан белгілер, жарлықтар, тапсырмалар панелі, бас меню, ашық тұрған терезе, қапшықтар және файлдар. Енді бүгінгі сабақты егер түсінсеңіздер, 5 тест берілген, осы тестке жауап бересіздер. Назар аударғаныңызға рахмет.